Құрметті Қазақстан билігіндегі отырған басшылар, мүмкін анау қосылайық деп бағдарлама ашып алған тексіз, ұятсыз, адамгершіліктің не екенін білмейтін, хайуаннан төмен адамдардың бағдарламасын жаппай отырсыздар ғой. Соған қарағанда енді оларға екеуінен диван крабат апарып беретін шығарсыздар енді. Орындық емес, диван крабат апарып беріңдер. Шешініп, енді басқасын қылсын енді. Екінші сериясын өтсін. Бірінші сериясы қалып көріп бітті әптен. Бірінші серия бітті. Екінші сериясына өтсін да төсек сап беріңдер. Жай сап беріңдер сөрге. Просинама матраспен әдемелеп, құшастық салып беріңдер. Анау қосылайық деген бағдарламадағылар басқа сериясына өтсінде енді. Сендер бұны өшірмедіңдер ғой. Неменесі қимай атырсыңдар анау? Сасып кеткен тексіздерді, шіріп кеткен тексіздерді неменеге халықтың ортасына көрсетіп атсыңдар? Мені да ашулана кеп айтып отырмын. Неге? Қанша ата-аналар жан айқайын айтып, жабыңыздар. Естіп атқан ешкім жоқ. Енді мен ойлаймын, жақында анау отырған анау айуаннан төмен болып кеткен, иттен төмен болып кеткен, шошқадан төмен болып кеткендер енді көрпе-төсектерін бір күн көтере келеді өрге. Сөйтіп жатан бізге бәле батырын көрсетіп. Соған жақындап қалды аналар енді. Биліктегілер не болды? Сендер қарамайсыңдар ма анау? Аны бағдарламаны сендер көрмей отырсыңдар ма? Ринат Зайытов, сен қайға қарап отырсың? Халықпен біргемін демен ғой. Халықты шіртіп жіберетін бағдарламалар өтіп атыр. Көріп атыр халықты, қазақтың қыздары мен балалары. Не халыққа düşman болдыңдар ма сондай бағдарламаны ортаға қойып, көрсетіп қойып? Не істегендерің бұл енді? Құртпайсыңдар ма ана бәлелерді? Барлығын апарып бір жерге қосып, өртеп тастау керек аналарды. Енді олар жақын енді көрпе-төсектерін көтере келейін деп отыр. Екеуден жатып алып, басқа халықтарын көрсетейін деп отыр ғой бізге. Қой бердіңдер ғой оларды бостандыққа. Қазаққа не көрсетесің, бәрін көрсетіңдер. Ойларыңда не бар, бәрін істеңдер деп қойып қойдыңдар. Бәрін істеп жатыр аналар. Қазаққа жаны ашитын ана билікте отырған адам бар ма, жоқ па? Бар ма? Ертең бұл дүниеден кетеміз. Сендер де кетесіңдер. Президент те кетеді, мен де кетем, бәріміз кетеміз. Жастарға не қалдырамыз?